Республика күні тұңғыш президент саябағы әнмен тебірелді. Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының әртістері патриоттық әндерді орындап, көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлады. Мерекелік кеш рәміздерге құрмет көрсетуден басталды. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұраны орындалды. Салтанатты шараға аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев пен қала әкімі Бақытжан Орынбеков, сондай-ақ зиялы қауым, үкіметтік емес ұйымдардың, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, спортшылар мен белсенді жастар, тұрғындар қатысты. Олар республика күнімен құттықтап жылы лебіздерін білдірді. Құрметті қазақстандықтар, республика күні құтты болсын. Барлығыңызға бақыт тілеймін. Бүгін елімізде ең ұлық мереке 25 қазан республика күні. Бұл егеменнің бастау алған күн. Бүгінгі жыл декларация 90 жылы қабылдаған. Ал барша тарихтарды, баршаңызды осы ұлық мерекемен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңа амандық, жаңалықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ұлттық мереке мұнымен шектеліп қалмады. Айтулы күнде мемлекеттік туды көшелер мен көп қабатты тұрғын үйлердің қасбеттеріне ілу акциясы автомото шеру өткізілді. Орталық алаңнан автошерушілер көк туды көтеріп тұңғыш президент саябағына дейін жүріп өтті. Олардың қатарына ұлттық киімдегі зиялы қауым, аға буын өкілдері, кимешек киген әжелер жастардың бойына ұлттық рухты сіңіру мақсатында шеруге қатысты. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.